Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Ресей суретшілері шешен, грузин және татар ұлты өкілдері Рустам Сардаловтың, Илона фон Шлеердің, Алия Багаудың және арғы тегі африкалық Корнелия Мангоның көрмелері өтті. Рустам Сардалов қалың жұртшылыққа әр сызығына дейін мұқият ойластырып, көз тартарлықтай ерекше нақышпен салған болашақ бейнесі топтамасындағы суреттерін ұсынды. Әр суретте шебердің қоршаған ортаға деген көзқарасы, өзіндік ой сезімдері бейнеленген. Рустам Сардалов Грозный қаласында туған. Грозный педагогикалық институтының көркем сурет графика факультетін бітірген ол, көрмелерін 2000 жылдан бастап өткізіп келеді. Оның бұл экспозицияға ұсынған 30-ға жуық туындысының ішінде графикалық жұмыстары және акварельмен салынған суреттері бар. Рустам сюрреалистер дәстүрін жалғастырушы суретші. Ол өз туындыларына көп назарына іліге бермейтін бейнелерді арқау етіп, шындық пен қиял арасындағы білінер-білінбес нәзік шекараны тап басуға тырысады. Илона, Алия, Корнелия үшеуі бірігіп, үш көзқарас деп аталатын экспозиция жасауды ұйғарды. Бұл көрмені Алматыға әкелген Мәскеудің Чесноков Большой арт галереясы. Үш көзқарас деген көрмеміздің аты айтып тұрғандай, экспозиция авторлары шығармашылық қолтаңбасы бір-біріне мүлдем ұқсамайтын үш суретші әйел. Бұл экспозицияның өзі де бәріміздің бір-бірімізге ұқсамайтынымыз жайлы әңгіме қозғайды. Дарынды адам көбіне жан-жақты болып келеді ғой. Корнелия Мангоның тамаша әнші ғана емес жақсы суретші екенін де кейін білдік. Бұл Алматыдағы көрмеге негізінен портреттер мен теңіз пейзаждары бейнеленген туындыларын қойыпты. Илона фон Шлердің жұмыстары өзінің айрықша техникасымен көз тартады. Тәжірибелік мақсаттағы ізденіске батыл қадам жасаған суретші түрлі материалды қолдана отырып, ерекше көркемдік әдіс-тәсілдерді қолданады. Үнемі шығармашылық ізденісте жүретін Алия Багаудың туындыларын өмірдің нақты шындығы және сол шындықты көңіл сүзгісінен өткізген суретші қиялының қоспасы деуге болар еді. Оның картиналарында өнер адамының мазасыз жан дүниесінің буырқанған толқыны, сан тарапқа шарық ұрған сезімдердің қайшыласуы бар. Суреттерім екі бөлімнен тұрады. Біріншісіне шығармашылығымның абстрактылы кезеңін бейнелейтін картиналар жинақталған. Екіншісіне «Странный город» атты топтамам кіреді. Мен бұл топтамамда адамдарды емес, тек үйлер мен қатарлас әлемді ғана бейнеледім. Әйтсе де әлі де іздену, зерттеу үстіндемін. Алға қойған бір мақсаттарым бар. Ресей суретшілерінің картиналары бізге қызық көрінді. Қазіргі заман өнеріне қатысты әр түрлі көзқарасты бейнелеумен де ерекшеленіп тұрады. Қастеев атындағы мұражай алдағы уақытта да келушілерді көршілес ел суретшілерінің шығармашылығымен таныстыруды одан әрі жалғастырады.